Бұл Ағадыр кенті Әлімхан Ермеков атындағы жалпы орта білім беру мектебінің тарихи өлкетану мұражайы. Мұражай 2017 жылдың қазан айында, яғни мектебіміздің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында іске қосылған болатын. Бұндағы басты мақсат елді мекеніміздегі тарихи тұлғаларды, жәдігерлерді болашақ өскелең ұрпаққа дәріптеу болып табылады. 1992 жылдан бастап мектебімізге Әлімхан Ермековтің есімі берілді. Әлімхан Ермеков 1891 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Бөлікбас деген жерде дүниеге келген. Алаш қозғалысының белді мүшесі, қоғам қайраткері және де қазақтан шыққан тұңғыш математика ғылымдарының профессоры. Әлімхан Ермековтің маңдайалды еңбектерінің бірі қазақ автономиясын жанкештілікпен қорғау болып табылады. Мұражайымыздың келесі бөлігін Арқа өңіріне аты мәшһүр ұстаз Ахмет Абдрахимовке арнадық. Ахмет Абдрахимов 1887 жылы Ағадыр өңірінде дүниеге келген. Бала күнінен ілім-білімге құштар Ахмет әуелі Шаянда, Бұхарада, кейін Ғалия медресесін тәмамдады. 1916 және 21 жылдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының ауылында ұстаздық еткен. Және 1922-27 жылдар арасында Қарқаралыда мұғалім, Ақсу ауылында мектеп директоры қызметін атқарған. 1936 және 37 жылдар арасында Ағадыр теміржол станциясында ұстаздық қызметін атқарды. Саналы ғұмырын ілім-білімге, ағартушылыққа арнаған Ахмет ұстаз Сталиннің сұрқия саясатының нәтижесінде 1937 жылы халық жауы деген айып тағылып ату жазасына кесілді. Мұражайымыздың ендігі бөлігін Ахмет ұстаздың ұлы Абдрахимов Сухибек Ахметұлына арнадық. Сухибек Ахметұлы 1921 жылы Қарқаралыда дүниеге келген. Ахмет Сухибекұлының бастауымен 1958 жылы әкесі Ахмет ұстазды ақтап алды. Саналы ғұмырында әке жолын қуып, ұстаздық етіп, және де өмірінің соңында атқарушы органдарында төрағалық қызмет атқарған. Тоғыз жолдың торабына айналған Ағадырдың картасы. Бұл карта қағаз бетінде 20 ғасырдың 30 жылдарының аяғында түсірілген. Қазақ елі пайдалы қазбаларға өте бай. Ағадыр төңірегіндегі атап айтатын болсақ, Қайрақты, Ақшатау кен орындарынан кварц, берит, тіпті сираға дейін табылған. Мұражайымыздың соңғы бөлігі мектеп ұстаздарының естелігі мен оқу озаттарына арналған. Мұндағы қойылған әрбір материал мектебіміздің жарты ғасырлық тарихынан және де ұстаздық тағылымнан сыр беретіндей. Сонымен қатар 1965 жылдан және 2018 жылдар арасындағы оқу озаттары алтын белгі иегерлеріне арналған тақта орнатылды. Әлімхан Ермеков атындағы мектебінің тарихи өлкетану мұражайының тыныс-тіршілігі осындай. Алдағы уақытта мұражайды тарихи деректермен және де жәдігерлермен толықтыру мақсатында белсенді жұмыстар атқарылуда.